Аюб алейхиссаламның жаңағы васкур абдана Аюб дейді Алла Тағала. Аюб құлымызды да еске алшы, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Изнада роббаху, Раббысына дауыстап жалбарынған еді дейді, көптеген жылдар бойы аурудан кейін. Изнада роббаху. Сол кезде жаңағы инни массани, жаңағы аш-шайтану бин-нусбин ва азабин. Шайтан маған біраз ауыртпалықтармен денеме, болдыртумен бір азаптарды әкеп жатыр дейді. Бағана айттық қой, шайтанның денсаулыққа байланысты нәрселер. Сол жерде сыналған Аюб алейхиссалам, балаларының бәрі дүниеден озып кетті, мал дүниесі түгеді, сөйтіп әйелі ғана қалды, халықта бүйтіп қарағысы келмей қалды, қасында әйелі ғана жүрді. Әйелі салиқалы қасында құлшылық жасап, қасында күтіп соны. Сонда 18 жыл уақыт, жаңа тәпсір кітаптарында айтады, 18 жыл жатқан ауырып дейді. Енді дененің бүкіл ағзасы ауру, бүкіл ағзасы. Жүрегі сау, Алла Тағаланы еске алып жатыр, зікір. Сонда бір наразылық танытпаған ғой 18 жылдың ішінде. Наразылық деген жоқ, мүлде жоқ. Қараңыз, тәубашыл деген нәрсе не еді. Сонда әйелі келіп айтады ғой, Алла Тағаладан сұрасаңызшы, ауруыма шипа бер деп дейді. Қанша жыл болды ауырғаныма дейді? 18 жыл. Ал сау кезім қанша еді бұған дейін? 80-нен астам дейді. Ең құрмаса жартысына да жетпепті ғой, қайтып сұрайым дейді. Қараңыз, жүрек. Не деген жүректер бұл? Біз қазір бір тұмаумен ауырсақ, бүкіл жұмысымыздан айырғандай біраз жерге жібереміз жаңа тұмауды. Адам 18 жыл ауырғанда оңай емес ол. Ода мүлде ештеңке жоқ, далада жатыр, болды. Қозғалмайды, төсек тартып атқан жағдай. Сол жаңағы дұғаны айтқан кезде 18 жылдан кейін Алла Тағала уркут берижилика, құр аяғыңмен ана жерді бүйтіп тебе саш деген. Ол аяқта қозғалмайды ғой, бірақ ырымын жасайды ғой бүйтіп. Хаза мухтасалун, су деген шашырайды ғой үстіне жерден. Міне жуынатын жерің дейді да, мына су бәрі сап-салқын суды шығара салдық. Вашароб шебер дейді. Жаңа жуынып та жатыр, ішіп те жатыр, үстіне атқылап жатыр ғой. Салқын су, керемет, Алла Тағала шипасын алып, сап-сау болып тұра қалады. Қараңыздар. Сол әйелімен енді жаңағы бір жағдайлар болады ғой, ер мен әйелдің арасында. Әйтеуір бір мінезі бір жер дұрыс жетпей қалды ма, әйелін айтқан ғой, егер осыдан сауығып кетсем, 100 дүре соғам саған деп. Сосын жаңағы сол нәрсесінің өзіне дейін Алла Тағала айтады: "Вахуз биядика дихсан". Ана жүзімнің бүйтіп жегеннен кейін несі қалады ғой, сабағы. Соның ішіне қара, 100-ге толтырып ал да сондайларды. Сөйтіп бір-ақ рет бүйтіп ұра сал дейді. Фадриб бихи вала тахнас. Антың енді менің атыммен ант етіп қойдың ғой дейді, ұрам деп. Сондықтан мен атымыз далаға кетпесін босқа. Сол нәрсені бүйтіп ұра сал да, сөйтіп сол антыңды шеше салайық дейді солай. Инна важаднаху сабиран. Біз дейді Аюбты сондай сабырлы таптық дейді. Енді мүлде наразылық жоқ, претензия, құрмет жамаат. Қараңыздар. Нихамал абду дейді. Қараңыздар, қандай жақсы құл. Иннаху ауаб. Сондай тәубашыл, оралғыш, қайтқыш, әрбір біз мысалы бір қателіктер жасауымыз мүмкін, бізде мысалы тек ол оның оларда ол үлкен күнә болуы мүмкін да. Ол бір қателік жасауы мүмкін, ол вообще күнә емес бізде. Ол соған өкініп атады ғой. Иннал муъмина яра зунубаху. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам муъмин дейді, өзінің күнәларын көрген кезде кааннаху қаидун тахтал жабалин дейді. Ол бір үлкен таудың етегінде отырған сияқты дейді. Күнәсімен оның сезімі осылай дейді да. Яхофу ан яқа алейхи. Жаңағы тау үстіне құлап кете ме деп қорқып отырады дейді ол. Иннал мунафиқа. Енді мұнафиқ адам болса, жаңағы күнәқар адам болса дейді, яро зунубаху казубабин. Ол шыбын секілді көреді дейді күнәларын. Уақа аля анфихи. Мұрның үстіне қонып қойған. Кетші былай деп айта салады дейді ол. Сондықтан мұъмин мен мұъмин еместің арасын көрсетіп отырады қандай. Үлкен таудай нәрсе, айырмашылық, жер мен көктің арасындай. Міне сол нәрсе Құран арқылы осы нәрсені біз жердің бетінде іске асыру керекпіз ғой. Осы қасиеттерді, сипаттарды, құрметті бауырлар.